2025 жылы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі банк секторының 2024 жылғы алғашқы климаттық стресс тестілеуін өткізді. Талдау барысында физикалық және өтпелі тәуекелдер қарастырылды. Физикалық тәуекелдерге жаһандық жылынудың салдары, қуаңшылық, аптап ыстық және су тасқындары жатқызылды. Өтпелі тәуекелдер декарбонизация жағдайында қазақстандық экспортқа сұраныстың төмендеуімен, экологиялық стандарттардың күшеюімен және Еуропалық одақтың трансшекаралық көміртек тетігінің ықпалымен байланысты болды. Талдауға активтердің 85% және банктік сектордың кредиттік портфелінің 86% тиесілі 11 банк қатысты. Стресс-тестілеу 3 жылдық көкжиегі бар 2 сценарийді қамтыды. Базалық сценарий климаттық шаралардың іске асырылуын және жаһандық температураның 1,5 градус шегінде сақталуын болжады. Бұл жағдайда теріс әсерлер қалыпты деңгейде болып, елдің климаттық өзгерістерге бейімделуге және экономиканы біртіндеп жаңғыртуға уақыты болар еді. Стресс сценарийде шығарындыларды азайту шаралары жеткіліксіз болған жағдайда жаһандық температураның 3 градусқа дейін көтерілуі қарастырылды. Нәтижесінде климаттық құбылыстардың күшеюі және халықаралық шектеулердің артуы күтіледі. Бұл банктердің жиынтық капиталының 17,4%-дан 14,2%-ға дейін төмендеуіне әкелуі мүмкін. Негізгі қысым кредиттік және нарықтық тәуекелдердің өсуінен қалыптасты. Соған қарамастан, капиталдың жеткіліктік деңгейі минималды талаптардан айтарлықтай жоғары болып қалды. Әдіснама салалар мен қарыз алушыларға климаттық факторлардың ықпалын бағалау үшін жеке көзқарас, сондай-ақ макроэкономикалық факторлардың жиынтық әсерін бағалау үшін портфельдік тәсіл енгізді. Өткізілген климаттық стресс-тестілеу жаһандық климаттың өзгеруі мен декарбонизация саясатының банктік жүйенің тұрақтылығына ықпалын жан-жақты бағалауға мүмкіндік берді. Нәтижелер банктік сектордың пайда болатын тәуекелдерге бейімделуге жеткілікті беріктік қорына ие екенін растады.